Мейвезер мен Макгрегордың да әр қадамы аңдулы ғой. Олар өз жанкүйерлері алдында алғаш рет көз түйістірді. Спорттан мүлдем бейхабар болсаңыз да, бұл есімдерді естігеніңіз ақиқаттың қос сабаздың жекпе-жекке дейінгі ресми баспасөз мәслихаты да шоуға ұласты. Серік Ноенбайұлы баяндасын. Тойдың боларынан боларысы қызық. ақш-тың Лос-Анджелес қаласында алғаш рет бетпе-бет жүздесіп, баспасөз мәслихатын шиеленісті шоуға айналдырған Мейвезер мен Макгрегор мұны жақсы ұғынады. Жекпе-жектеріне деген жаһан жұртының қызығушылығын ояту үшін олар барын салды. Қос қарсыластың бірінші көз арбасу сәті де тыныш өтпеді. Кәнігі Мейвезер мен Ширақ Макгрегор ел көзінше бір-біріне деген ыстық ықыластарын аямай білдірді. Бұған жанкүйерлер разы. Я, мен қартайдым, өткен 20 жыл, 10 жыл, 5 жылдағыда емеспін. Тіпті 2 жыл бұрынғы қайратым да жоқ. Алайда бар қарсыласымды жеңгендей сені де ұтуға қауқарым анық жетеді. Айналаңа қара, бәрінде Мейвезер деген жазу. Демек басымдық менің жағымда. Рингке аяқ асты тап болған мына сайқымазаққа бокс дәрісін жақсылап ұқтырмақпын. Қызуқанды ирландиялық Макгрегор бұл сөз додасында есесін жібермеуге тырысты. Сенің мансабыңдағы 0 жоғалады, уақытың бітті. Мен сені 4 раундта нокаутқа түсіремін. Айтқанымды ұмытпаңыздар. Оның аяқтары кішкентай, денесі кішкентай, басы да сондай. Мен одан қорықпаймын. Егер ережесі жекпе-жек болса, ол маған 1 раундта шыдамас еді. Бұл 4 күндік пресс-турдың басы ғана. Енді олар Торонто қаласында, одан кейін Нью-Йорк пен Лондонда тағы жүздеспек. Кәсіпқой бокс жұлдызы мен UFC чемпионының айқасы 26 тамызда Лас-Вегастағы 20 мың көрермендік T-Mobile аренада өтеді. Ең арзан билет құны 650 мың, VIP орындар 30 миллион теңгені құрап отыр.